Қазақстан теміржолы президенті Сауранбаевқа, Қазақстан теміржолы кәсіподақ төрағасы Ахметбаевқа, Маңғыстау нөт 14 бөлімшесінің бастығы Губашевқа бүгін сіздерге өте маңызды әрі алаңдарлық жағдай бойынша үндеу жолдап отырмыз. 27 мамыр 2025 жылы біздің ұжымда кәсіподақ сайлауы өтуі тиіс болатын. Алайда өкінішке орай депо басшылығының тікелей араласуының салдарымен бұл сайлау өткізілмей қалды. Сайлау 30 мамырға шегерілді. Бірақ тағы да басшылық тарапынан қысым көрсетіліп, сайлау қайтадан өтпей қалды. Ең үлкен тосқаулардың бірі делегаттарға жұмыстан босатуға бұйрық берілмей, сайлауға қатысуына мүмкіндік берілмегені. Маңғыстау ОЧД бас инженері Сәулебаев Ерболат делегаттарға іс-сапар бұйрығына қол қоюдан бас тартты. Бұл заңды өрескел бұзу және де жұмысшылар құқығын аяққа таптау. Алайда ең өкініштісі, кәсіподақ орталық кеңесінің өкілі Есенқұлов Сәрсенбай осы заңсыздыққа бейжай қарап, басшылыққа қолдау көрсетіп, сайлаудың болмауына тікелей үлес қосып отыр. Бұл оның кәсіподақ мүшелерінің мүддесін емес, ОЧД 33 әкімшілігінің мүддесін қорғайтын айқын көрсетеді. Біз бұны кәсіподаққа сатқындық әрекеті деп бағалаймыз және Есенқұлов Сәрсенбайға да тиісті шара қолдануын талап етеміз. Біз өз таңдауымызды жасауға, әділ сайлау өткізуге құқылымыз. Бұл тек кәсіподақ емес, әрбір жұмысшының заңмен бекітілген құқығы. Егер басшылық тарапынан бұл қысыммен араласу тоқтамайтын болса, біз заң аясында жұмысымызды тоқтатуға мәжбүр боламыз. Бұл біздің соңғы ескертуіміз. Қолдаймыз ба? Қолдаймыз. Қолдаймыз. Қолдаймыз.